Барлығына сәлем достар, бүгін сіздерге осындай оверсайз худиді бастан аяқ тігу жолын көрсететін боламын. Бүгін мен дайын выкройка бойынша тігемін, ендеше бастайық. Бүгін оверсайз худиді біз қалтасынан тігуді бастаймыз. Дайын қалтаны алып, екі жағын оверлоктап, матаның сырт жағынан оверлоктаймыз. Осылай қайырып үтіктеп, енді осы үстінен 2 мм жеткізбей тігін машинасында закрепка беріп тігіп шығамыз. Екі жағын тігіп, жоғары жағын 1,5 см қайырып үтіктеп алдық. Алдыңғы бөлікпен қалтаның дәл ортасын бормен сызып алып, матаға орналастырамыз. Жан жағынан 1 см қалуына көз жеткізіңіз. Содан кейін инемен түйреп тігетін боламыз. Мінекей тігіп алдық, қайырдық, үтіктедік. Мына жағынан 1 см беріп қайырып, түйреп алдық. Осы жерде тігеміз қазір. Жанына және төбесіне 0,5 мм жеткізбей тігін машинасында закрепка беріп тігіп шығамыз. Тігіп алдық толықтай. Мына жерін астыңғы жағын тек түйреп қалдырамыз. Енді артқы бөлікті әкеліп қоямыз. Оверлоктағанда алдыңғы бөліктен оверлоктап, артқы иыққа қарай үтіктейміз. Тігіп болған соң иыққа қарай үтіктедік. Сыртынан осылай көрінеді. Енді осындай лапканың көмегімен жаңағы припуск жатқан жақты тігіп шығамыз, 0,5 мм жеткізбей. Лапканы түсіреміз. Ұзындығы 3 мм болған жеткілікті тігістің. Мына припуск жатқан жер, мына ақтың астында жатады, лапканың астында. Осындай біркелкі тігіс шығады. Алдағы бүкіл капюшонның тігісі, қолдың тура осылай тігетін боламыз. Енді бұны қоя тұрып, капюшон тігейік. Екі бөлікті бір-біріне осылай қаратамыз. Мына жағынан толықтай қазір түйреп, оверлоктап шығамыз. Оверлоктап алған тігісті бір бағытқа қарап үтіктейміз және оң қаратамыз. Алдындағы иықты тіккендей тура декорлық тігіс жүргіземіз басынан соңына дейін. Осындай капюшонның тігісі пайда болды. Енді капюшонымызды теріс қаратамыз. Мына бөлігін оверлоктап шығамыз толықтай. Сызғышпен бордың көмегімен бірінші 1 см-ге, содан кейін 2 см-ге қайыруымыз керек. Бірінші 2 см-ге, себебі қайырғанда осылай үтіктеуім керек. Және 5 см-ге. Қазір үтікпен бірінші үтіктеп алып, барлығын қайырып, мына шетіне 2 мм жеткізбей тігін машинасында тігіп шығам. Мінекей осындай капюшон пайда болды, ішінен де таза өңделген, сыртынан да өте сәнді. Енді капюшонымызды негізгі матамен қосамыз. Ол үшін бізде выкройкада осындай белгілерді белгілеп аламыз, ал алдыңғы бөлікті, артқы бөлікті тура ортасын тауып аламыз. Капюшон жақтан түйреп отыратын боламыз, себебі сол жақтан тігеміз қазір. Бірінші негізгі белгілермен қосып аламыз, содан кейін араларын түйреп шығамыз. Капюшонды қондырғанда ер балаларда сол жағы астында жатады. Мен мынаны ер адамға тігіп атқандықтан астына сол жағын қалдырам. Ал әйелдерде, қыз балаларда оң жағы астында жатады. Соны естен шығармаймыз осы жерде. Мен осы капюшонды бірден оверлоктамаймын. Қазір қолмен немесе тігін машинасымен тігіп алам. Содан кейін ғана оверлоктап шығам. Мен бірінші тігін машинасына тігіп алдым, сосын оверлоктадым. Енді мына оверлоктың жібін осындай үлкен жуалды зейненің көмегімен мына оверлок тігісінің ортасына кіргіземіз зейнен алдымен өзін. Сосын мына оверлоктың тігісін 4 жібін бірден кіргіземіз. Осылай кіргізіп тығып қоямыз тігістің сетінеп кетпеу үшін. Қазір тігісті тіктеп, оны осындай киперная лентамен арт жағын жабатын боламыз. Бізге қазір қанша киперная лента қажет. Ол иықтың басталған жермен иықтың біткен жеріне дейінгі арақашықтықты жауып тігетін боламыз. Ол үшін 1 см запас аламыз қайыруға. Осылай тура осы киімнің бойымен өлшей береміз. Міне киім жерде бітеді, және мен 1 см запас алам. Біреуішінің көмегімен тек бір жерін ғана қадаймын. Тігісті толықтай жабу қажет. Енді тігін машинасында отырып, мына жерге закрепка беріп, соңына дейін тігіп шығам созып. Кейін инені түсірдім, түйреуішті алып тастадым. Осылай қолмен туралап отырамыз. Лентаның екінші жағын артқы мойынға жатқызып, инемен түйреп тігіп аламыз. Тура жаңағыдай тігін машинасында тігіп шығамыз. Аст жағынан осындай тігіс шығады. Енді алдыңғы мойынды сырт жақтан бір жерден тігіп шығамыз. 0,5 мм жеткізбей. Енді худидің иығын қосамыз. Қол жақтан, иық жақтан оверлоктаймыз. Және үтіктегенде тігісті негізгі матаға қарап үтіктейміз. Оверлоктап сыртынан осындай тігіс жүргіздім алдындағыдай. Қазір худиді теріс қаратып, қолы мен боковой шовты қосып оверлоктап шығамыз.
Мінекей алдыңғы жақтан оверлоктап, артқы бөлікке қарай үтіктедік. Енді манжет тігу қалды. Манжетті мен оверлоктап алдым, екі жаққа қаратып үтіктедім осылай, және екіге бүктедім. Енді осы манжетті бормен төртке бөлеміз. Және қолды да тура солай төртке бөлеміз. Манжетті кіргіземіз ішіне. Тігіс пен тігісті байланыстырамыз ең бірінші. Ішінен оверлоктап шығамыз. Етегіндегі қашқарсайынды төртке бөліп, негізгі матаны төртке бөліп, оны да инемен түйреп оверлоктайтын боламын. Мінекей худиіміз дайын болып қалды. Қолын тігіп алдық. Припускты жатқызып, сыртынан тіксеңіз де болады. Мен әзірге осылай қалдырамын. Және етегі осындай болды. Қазір үтіктейміз. Бүкіл припускты жоғары қарай үтіктесек, мынандай ирек-ирек нәрсе болмайды. Осымен біздің оверсайз худиіміз дайын болды. Сізге видео пайдалы болды деген үміттемін. Алдағы уақытта выкрига құрастыру туралы видео шығады. Міндетті түрде қараңыз. Келесі кездескенше